Жаңа ақпаратты жүйенің дайындығы туралы ақпарат әлі алған жоқпыз. 6 айдың ішінде 6 ай өтті. 6 ай өтті. Президенттің тапсырма бергеніне 6 ай өтті. Бірақ әлі 6 айдың ішінде атқарылған жұмыс туралы ақпарат жоқ. Енді не істейміз? Енді не істейміз? Енді не істейміз? Қайырлы күн. Бүгінгі қонағымыз Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының тауардың шығу тегін сертификаттау департамент директорының орынбасары Жібек Смағұлқызы Қалдан. Жібек ханым, қош келдіңіз. Қош көрдік. Иә, мынау кеше ғана осы Ақ Жол партиясының алаңында осы индустриалды сертификаттан, СТКЗ деген сертификаттан кәсіпкерлердің мынау реестрге көшу мәселесі сөз болды. Осы реестрға кіретін отандық өндіруші кәсіпкерлердің қатысуымен, соның ішінде осы кәсіпкерлердің сойылын соғып жүрген ұлттық палата Атамекен өкілі ретінде сіздің қатысуыңызбен көптеген қызу сұрақтар талқыланды. Енді жалпы осы мына қарапайым халыққа бұл реестр бізге не береді? Неге біз реестрге көшуіміз керек? Осы уақытқа дейінгі қолданып келген кәсіпкерлердің отандық өндіруші екенін дәлелдейтін СТКЗ пен индустриалды сертификат неге жаман болып қалды? Осынша жыл жетілдіріліп келген мына құжаттар неге көшуіміз керек? Осының бәрін дұрыстап түсіндіріп айтып берсеңіздер, өздеріңіздің ұсыныстарыңызды, кәсіпкерлердің наразылығын осы мәселе бойынша өкілетті органның қаншалықты қатысып жатқанын, кешегі біздің алаңдағы өкілетті органдардың жауабы шын айтқанда ешкімді қанағаттандырған жоқ. Өзіңіз көрдіңіз, кәсіпкерлер өте наразы жауап беріп жатыр. Уақыты, шарттары, реестрге өтудің жалпы мынау қысқа уақыттың ішінде үлгермей мемлекеттік сатып алудан қалып қалу қаупі барлығы айтылды. Сондықтан тағы да осы кәсіпкерлердің құқын қорғаушы мемлекеттік орган деп айта беруге сіздерде болатын сияқты. Мемлекеттік органға айналдыңыздар ғой сіздерде. Сондықтан осы мәселені егжей-тегжейлі түсіндіріп берсеңіз. Барлықтарыңызға қайырлы күн, шақырғандарыңызға рахмет. Мемлекет басшысы ағымдағы жылдың 19 мамыр күні жаңа заңға қол қойған болатын, және де ол заңның барысында егер де өндірушілер осы қазақстандық өндірушілер тізіліміне енетін болса, және сол өндірушілерге бізге осы мемлекет тарапынан жеңілдіктер, преференциялар қарастырылған. Және де осы заңға сәйкес біздің тауарлардың шығу тегін растайтын сертификаттар СТКЗ және де индустриалдық сертификаттардың орнына қазақстандық өндірушілердің тізілімі қолданысқа енгізілген деп отыр. Тізілімді жүргізу үшін уәкілетті орган болып, өнеркәсіп және де құрылыс министрлігі айқындалған. Өтпелі кезең қарастырылған. Осы өтпелі кезең шеңберінде СТКЗ сертификаттары мен индустриалдық сертификаттары осы 2026 жылдың 1 қаңтарына дейін ұлттық палатамен берілетін болады. Бұлай қарап отырсақ, жарты жыл өтті. Осы жарты жылдың ішінде жаңа осыдан бұрын айттым, уәкілетті орган ол біздің өндіріс және де құрылыс министрлігі. Уәкілетті органнан ұлттық палата біз әлі жаңа ақпаратты жүйенің дайындығы туралы ақпарат әлі алған жоқпыз. 6 айдың ішінде 6 ай өтті. 6 ай өтті. Президенттің тапсырма бергеніне 6 ай өтті. Бірақ әлі 6 айдың ішінде атқарылған жұмыс туралы ақпарат жоқ. Бізде былай қарап тұрсақ 3 ай ғана қалды. Ол 3 айдың ішінде біз әлі білмейміз, өндірушілер мысалы әлі күнге дейін білмейді, олар қандай ақпараттық жүйемен жұмыс жасау керек екенін. Біз сол жұмыс барысында біз уәкілетті органға, үкіметке бірнеше рет хат жіберген болатынбыз. Және де осы процестерге біз уже тікелей әсер ететін болғандықтан ұлттық палата біз бірнеше рет хат жібердік, бірақ бізге уәкілетті органның ақпараты бойынша қазіргі жаңа ақпарат жүйесі ол тестілеу кезеңінен өтіп жатыр, және де ол кезеңге біздің 36 кәсіпорынымыз қосылған, және де осы 36 кәсіпорындарымыз олар тестілеу кезеңінен өткеннен кейін ол жаңа ақпараттық жүйе әлі де пысықталатын болады.
Және де ол пысықталғаннан кейін уәкілетті орган ұлттық палатаға және де ол өндірушілерге ақпарат жібереді деген ойдамыз. Біз олардан қазіргі уақытта ол жаңа ақпараттық жүйе қалай жұмыс жасайды мысалы. Ол осы жылдың соңына дейін 3 ай қалды ғой. Ол 3 айдың ішінде біздің ойымша әрбір өндіруші бір рет болса да өтінім жіберіп көру керек. Өйткені ол білмейді ғой. Мысалы, келесі жылдың басында бізде мысалы 1000-нан аса өндірушілеріміз бар. Ол мысалы бір уақытта 1000-нан аса өндірушілер бір ақпараттық жүйеде өтінім жіберетін болса, ол жақта мысалы ол ақпараттық жүйе істен шығуы мүмкін. Мысалы, біз ол туралы білмейміз. Сондықтан да біздің ойымша ол 3 ай қалды. 3 айдың ішінде әрбір өндіруші ол өтінім жіберіп көру қажет. Ол келесі жылдың басына дейін, өйткені ол қосыла ма, қосылмай ма, әлде болса олардың кейбір осы өзінің қаржылық құжаттарында кейбір қателіктер бар шығар. Мысалы, жаңа айтып кеттім ғой, жаңа тізілімге енгізу үшін ол бізде 2 кезеңнен тұрады. Бірінші ол өндірушілер цифрлық верификациядан өту керек. Ол кезеңде ол әрбір өндірушінің белгілі платформаға оның әртүрлі мемлекеттік органдар порталдарынан ақпараттар жиналатын болады. Уәкілетті органның қағидаларында мысалы бізде 26 өлшем шарт орналастырылған, бірақ өнеркәсіп және де құрылыс министрлігінің айтуы бойынша ол 26 ғана емес, оның саны 100-ге таяу. Бірақ біз өндірушілер және де біз ұлттық палата біз білмейміз. Қалған 74 өлшем шарттар қандай олар? Мысалы, өндірушілер білу қажет қой. Мысалы, ол өтінім берудің алдында ол білу керек. Тағы да қандай өлшем шарттар бойынша оларды уәкілетті орган тексереді. Және де сол цифрлық верификация жөнінде бізде бірнеше сұрақтар бар. Айта кететін болсақ, екінші кезең ол әрбір өндіруші өндірісті бағалау кезеңінен өту керек. Ол өндірісті бағалау салалық комиссиялармен жүргізілетін болады. Бұл жерде айта кету керек, өндірушілерге жаңа реестрге қосылу ол ақысыз өтетін болады. Және де уәкілетті органның қағидаларында салалық қауымдастықтарға арналған ақыда біздің ол қағидаларда қарастырылмаған. Сондықтан да бұл жерде бізде тағы да бір сұрақ туындайды. Қаншалықты салалық қауымдастықтың жұмыскерлері өндірістерді бағалауда қатыса алады? Соның үстінде уже туындайтын сұрақ, мысалы, қаншалықты ол салалық мемлекеттік органдарының адамдарының компетенциялары бар. Мысалы, олар өндіріс орындарында жұмыс істеп көрді ма, немесе олар жай ғана қаржы жұмыскерлері болып келе ма, біз ол туралы негізі білмейміз. Және де қазіргі уақытта осы салалық комиссиялар положениесі қазіргі уақытта уәкілетті органмен тағайындалып жатыр, бірақ әлі күнге дейін ол құжат әлі бекітілмеген. Тура осы мәселені талқылаған кезде осы комиссияның құрамына тек қана өкілетті органның, яғни шенеуніктердің тізімі ғана бар деген осындай кәсіпкерлердің дауын естідік кеше. Бұл мысалы кәсіпкердің сенің отандық кәсіпкер екеніңді анықтайтын адамдар өмірі ешкімге жұмыс бермеген, мекеме жұмыс орнын ашпаған, бизнеспен айналыспаған, жалақыға ғана отырған мемлекеттік қызметкер сол комиссияда отыр дейді. Соған наразылық танытып жатыр кеше. Оны не дейміз оған? Өте дұрыс айтасыз. Мысалы біз кеше айтқандай, ол өндіріске анализді жүргізетін салық комиссияларының ішінен кіретін. Мысалы, салық қауымдастықтарының өкілдері олар ақысыз осы өндірістерді бағалау керек болады. Мысалы, ол жұмысқа біздің ойымша, біздің салалық қауымдастықтар ол жұмысқа қосыла ма, қосылмай ма, біз оны білмейміз. Соны ескере отырып, жаңағы сарапшылардың құны төленбесе дейсіз ғой, да? Төленбесе кез келген мысалы салалық отраслевой олар уже барғысы келмейді. Олар уже барғысы келмейді. Оларға артық жұмыс бір жерге барып, біреудің өндірісін бағалап, ол шаң-шаң болып заводтың ішінде жүріп, жаңаға баға беру деген, мысалы оның сарапшының еңбегі төленбесе ол бармайды деген. Осы сұрақтың төңірегінде кеше дау болды, ол қалай шешіледі болашақта жалпы? Сіздердің ұсыныстарыңыз қандай? Сол айта кеткенде, егер де
салалық қауымдастықтың өкілдері ол бағалауда ол бағалаудың ішінде болмаса, мысалы, ол жақта уже салалық мемлекеттік органдардың өкілдері ғана қалатын болады. Және де ол мемлекеттік органдарда біздің ойымша олардың мысалға осы опыт работы дейді мысалда, олардың образованиясы, олар сол сала бойынша болу керек. Мысалы, біздің ойымша қаншалықты ол дұрыс шешім қабылданады салалық осы комиссиялармен. Ол қазір кез келген комиссияда, мысалы, бізде өзі былай ғой, Жібек ханым, бізде мына қазақшалап айтқанда мемлекеттік органдар менен кәсіпкерлер деген екеуі бір екі жақтағы жауласушы екі тарап деп қарауға болады. Бүгін бізде кәсіп ашылатын болса, оны салық органдарынан бастап бірден барлығы соған бір елін асырайтын азаматтар емес, бірден бір кәсіпкерлікті жаңағы соны тонауға қарсы құрылған. Егер мысалы кеше кәсіпкерлердің айтып отырған арыздарын қарап отырсақ, менің мекемемді, менің өндірісімді дейді кеше бір кәсіпкер айтып отыр. Сонда менің өндірісімді бағалайтын анау кабинетте отырған, мына менің өндірісімнің иісі мұрнына бармайтын мемлекеттік шенеуік менің отандық өндірушім бе, болмаса жаңа Қытайдан түнде тығылып әкеп товар сатып жүрген алаяқпын ба, соны анықтайтын осылар деп отыр ғой. Бұл мәселені негізі жаңағы салалық сарапшылар, мемлекеттік органның жаңа өзіңіз айтқандай расында да осы өндірістің иісі мұрнына баратын, осы өндірістен түсінетін, жаңа заводтың не екенін түсінетін білімі бар, тәжірибесі бар азаматтар осы комиссияның құрамы болу керек қой, солай қой. Иә, дұрыс. Енді меніңше осы біз мына қазақстандық біздің кәсіпкерлерді, қазақстандық өндірушілерді, өзі алақандай өндірушілер шын айтқан. Жаңа мен бекер айтпадым ғой, осы жердегі тіптен тіс шұқитын осындай таяқшаға дейін біздің елімізде шықпайды ғой, оны мойындап айтуымыз керек. Біздің Қазақстанда өндірушілер бар. Өндірушілер бар екен білеміз. Бұл өндірушілер, мен сізге айтайын, Жібек ханым, бұл өндірушілер жаңағы біздің өкілетті органдардың арқасында емес, соларға қасарысып өмір сүріп жатқан кісілер. Біз осы өндірушілер біздің Ақжол партиясына келіп, көптеген біз тіптен сот процесіне дейін қатысқанбыз. Осы сіздер Атамекен бір бұрышында болсаңыздар, кәсіпкерлердің біз екінші бұрышында осы мүдделерін қорғау мақсатында талай өндірушіні көрдік. Біздің кәсіпкерлер, біздің өндірушілер осы мемлекеттік органның арқасында осындай күйге жеттік деп айтуға кішкене келмейді. Бұлар өздерінің қайсарлығы, өздерінің жігері, сот процесі, абсурдты сот процестерінде өздеріңіз көріп жүрсіздер ғой, қаншалықты болып жатқан. Бұлардың шоттарын бұғаттап қояды. Біздегі кәсіпкерлік деген бұл кәсіпкерлік емес, бұл выживание жаңағы. Бұл енді осы кәсіпкерлердің өмірін жеңілдетеміз деп біз тағы да бір бастарына проблема тауып бермейміз болсын мен. Сол бойынша біз мысалы кеше айттық, жаңа тізілім бойынша, ұлттық палатының бойынша категоризация болу керек. Әрбір өндіріс, мысалы, кейбір өндірушілер, оларда они могут сборка болу мүмкін. Мысалы, бізде көптеген өндірушілер бар, олар дайын шикізатты сатып алады да, біздің Қазақстанда олардың бәрін жинақтайды. Кейбір өндірушілер бар, олар мысалы шикізаттары өздерін бәрін өндіріп шығарады. Басынан бастап аяғына дейін толық осы өндірістің процесін өздері қамтамасыз етеді. Локализация керек. Осы проблеманы шешу үшін біздің ойымша жаңа тізілімге енгізілген кезде ол әрбір өндірушінің өзінің категориясы болу керек. Бірінші, екінші, үшінші мысалға айта кететін болсақ, ол мысалы бізге не береді? Осы реттелетін сатып алуларда преференциялар, әртүрлі мысалы жеңілдіктер, олар жүйесін әділдік түрде ол бөлінетін болады. Үлкен мекемемен қатар шағын мекемеде осы жаңа реестрға кірген екі мекеме, екеуі де бірдей мемлекеттік сатып алуға қатыса алады, бірақ бұл үлкен мекеменің тарихы үлкен, жол үлкен, мүмкіндігі көп, ертең
екі мына кішкентай мекеме өтпей қалып жатса, үлкен мекемені сотқа беру әбден мүмкін. Бұл деген созылып ертең бір-біріне кедергі келтіреді. Сондықтан категоризация дегеніңіз мысалы спорт саласына келетін болсақ, жаңағы күресетін азаматтардың салмағын бөлу ғой. Біреу мысалы 100 килоға күресе, 100 киломен 50 кило күресе алмайды. Сол сияқты нәрсе ғой. Ол осы сатып алуларда әділ шешім болу үшін біздің ойымызша әр өндірушілерде әр өндірушінің өзінің категориясы болу қажет. Енді мүмкін бүгін сұрағымызға қатысы жоқ шығар, бірақ білсеңіз, бөлісе кетсеңіз жақсы болар еді. Ірі біздегі мұнай компаниялар, ірі еліміздің бүгінгі негізгі бюджетін құрап отырған ірі мұнай компанияларының солардың сервистік қызметі, олардың ішетін суына дейін Қазақстан суы емес, басқа жақтан әкелетін су, киетін киімі барлығына талаптар басқадай дейді. Осы мәселе жөнінде жаңағы біздің реестрға кірген компаниялар мүмкіндік ала ма ертең сондай компанияларды қызмет көрсетуді? Негізі осы жаңа тізілімге енгізілу арқылы біздің өндірушілер осы мемлекет біз мемлекеттен әртүрлі жеңілдіктер, преференциялар алу мүмкін. Сол үшін біз уәкілетті орган СТКЗ және де индустриалды сертификаттың орнына жаңа тізілімді бекіткен болатын. Жібек ханым, көп рахмет. Бірақ мынау айтып отырған мәселенің күрделілігін қарап отырып, біз осы кәсіпкерлерге бір бастарына тағы да айтам, бір проблема тауып беріп отырған сияқтымыз. Мемлекет басшысының тапсырмасын әрине іске асыру керек, бірақ дұрыс айтасыз, оны сапалы іске асыру керек. Оны тек қана іске асырдық деп былай жылжытып қоймай, бұл расымен де бір кәсіпкерлердің өмірін, олардың өнімін елімізде жаңағы локализацияға келетін түбі өндірушіге, нақты өндірушіге айландыратын бір ортақ іс болу керек. Жақсы, Жібек ханым, көп рахмет. Енді көп қалған жоқ. Жаңа жылға дейін 3 ай уақыт қалды. Кәсіпкерлер осы жаңа реестрға көшу процесін жіті бағалап отыр. Біздің Ақжол партиясының да осы сіздермен бірге барлығымыздың істеп отырғанымыз, атқарып отырғанымыз осы кәсіпкерлерге, елімізді асырап отырған азаматтарға, солардың өмірін жеңілдету, кәсіпкерлердің жалпы қызметін басқа деңгейге көтеру. Сізге көп рахмет. Мынау бүгінгі президенттің берген тапсырмасы кешегі өкілетті органдардың айтысына қарағанда, осы қалған 3 айда бұл кісілер үлгермейтін сияқты. Сондықтан сіздің де біздің де назарымызда болады. Еліміз бай болсын, кәсіпкерлеріміз мықты болсын, аман болсын. Көп рахмет сізге. Сізге рахмет. Енді не істейміз?